Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге көкнәр өсімдігінің құрамы, пайдасы және қарсы көрсетілімдер жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіз. Көкнәр бұл көкнәр тұқымдасына жататын шөптесін өсімдік. Ежелден бері халықтық медицинада өсімдіктің барлық бөліктері қолданылған. Бұл өсімдіктің құрамында емдік заттардың көп мөлшері бар. Олар алкалоидтар, морфин, ақуыз, су, қант, шышты заттар, макро және микроэлементтер, аскорбин қышқылы, В тобының витаминдері және С дәрумендері. Көбінесе халықтық медицинада өсімдіктің жапырақтары қолданылады. Оларда алкалоидтар, алифатты спирттер, аскорбин қышқылы көп. Сонымен қатар жапырақтары антоцианиндерге, гликозидтерге, флавоноидтарға, органикалық қышқылдарға, пептинге бай. Көкнәр өсімдігінің емдік қасиеттері: ұйықтататын таблеткалар мен ауруды басатын дәрілерден басқа өсімдік көптеген емдік қасиеттерге ие. Сонымен бұл жүйке жүйесінің көптеген ауруларында көмектеседі, құрысуды жеңілдетеді және эпилептикалық ұстамалардың жиілігін төмендетеді, бас ауруын жояды. Гастроэнтерологияда көкнәр жедел энтероколитті емдеуде және диарея, геморрой кезінде де қолданылады. Көкнәр өсімдігінен дайындалған қайнатпаларды жөтелдің кез келген түрінде, әсіресе құрғақ жөтел кезінде қолданса жақсы нәтижеге жете алады. Сонымен қатар, бұл гипертониялық науқастардағы қысымды төмендетуге көмектеседі, бауыр мен бүйрек коликасын жояды. Өсімдіктің тұқымдары 60-50% майдан тұратын болғандықтан, тұқымдарын тіпті бет күтімінде де қолданады. Олар теріні қабынудан сақтап ылғалдандырады. Медицинада көкнәр тұқымдасын морфин, кадеин, папаверин, есірткі және нарцин үшін шикізат ретінде пайдаланылады. Емдеу орталық жүйке жүйесіне зақым келу қаупіне байланысты тек дәрігердің бақылауымен жүргізілуі керек. Пайдалануға қарсы көрсеткіштер: 2 жасқа дейінгі балалар, қарт адамдар, бронх демікпесімен, өкпе эмфиземасымен және бауыр ауруларының ауыр түрлерімен ауыратын науқастарға қолдануға болмайды. Көкнәр өсімдігі есірткі ретінде саналатындықтан, ұзақ пайдаланса тәуелділік тудыратынына байланысты тек дәрігердің нұсқаулығы бойынша ғана қолданған жөн. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеле кетіңіз.